Ертеде ешкі жүні бөртеде. Қалың орман арасындағы шағын үйшікте кішкентай жеті лақтарымен бірге ешкі өмір сүріпті. Олар жайма шуақ күннің астында өте бақытты өмір сүріпті. Лақтардың анасы ешкі өзге аналар секілді өз лақтарын қатты жақсы көріпті. Қолынан келгенше өз лақтарын қасқырдан қорғап жүріпті. Бір күні ешкі орманға тамақ әкелуге дайындалып жатады. Орманға кетпестен бұрын жеті лақтарын жинап алып ескерту айтады. Менің сүйікті лақтарым, мен бәрімізге тамақ әкелу үшін орманға кетіп бара жатырмын. Есікті ешкімге ашушы болмаңдар. Егер қасқыр үйімізге кіріп кетсе, барлығымызды жеп қояды. Бірақ біз есіктің артында қасқыр тұрғанын қайдан білеміз? Қасқырдың даусы жуан, ал менің даусым жұмсақ болады. Сондықтан сендер оны ажырата аласыңдар. Ешкі есіктен шығып жатып, бір нәрсесіне түсіп кетеді. Ол өзінің лақтарына қарап былай дейді. Лақтарым, қасқырдың аяғы қара түсті, ал менің аяғым ақ түсті болады. Жарай ма? Уайымдамаңыз, анашым, біз оны ажырата аламыз, сіз бара беріңіз. Ешкі өз лақтардың беттерінен сүйіп, орманға кетіп қалады. Осы уақытта қасқыр алыс жерден үйшікті торуылдап тұрады. Ешкінің кеткенін көрген қасқыр үйшікке келіп есікті қағады. Бұл кім? Лақтарым, есікті ашыңдар. Мен сендердің аналарым, сендерге дәмді тамақ әкелдім. Бірақ кішкентай лақтар қасқырдың жуан дауысын танып қояды. Сен біздің анамыз емессің, себебі оның даусы жіңішке және әдемі, ал сен қасқырсың, бізді алдай алмайсың. Лақтардың тапқырлығы қасқырды ашуландырады. Кейіннен қасқыр қулыққа басады, дүкеннен құрт сатып алып жейді. Онан соң оның даусы жіңішке болады. Ол үйшікке қайтадан келіп, есікті қайта қағады. Менің кішкентай лақтарым, есікті аша қойыңдар. Мен сендердің аналарым, және орманнан дәмді тамақ алып келдім. Лақтар жіңішке дауысты естіп, бұл өздерінің аналары екен деп ойлайды. Олар есікті ашуға бара жатқанда арасындағы біреу айтады. Тоқтаңдар, есіктің алдында тұрғанның аяғына қарайық. Олар есіктің астынан қасқырдың қара аяғын байқайды. Біз саған есікті ашпаймыз. Біздің анамыздың аяғы қара емес, ақ түсті. Қасқыр өз әрекетінің нәтижесі болғанына мұңайып кетеді. Бұл жолы ол наубайханаға жол тартады. Наубайшы қасқырды көріп таңырқап қалады. Мен енді ет жемеймін, оның орнына бәліш пен нан жейтін боламын. Сондықтан маған кішкене ұн бере аласыз ба? Қасқыр үйшіктің маңайына келіп ұнды өз аяғына себеді. Енді оның аяқтары да ешкінікі секілді әппақ болды. Қу қасқыр үшінші рет есік қағады. Менің кішкентай лақтарым, есікті аша қойыңдар. Мен сендердің аналарыңмын. Бізге өз аяғыңды көрсет, сонда сен біздің анамыз екеніне сенеміз. Қасқыр оларға өзінің ұн себілген аяқтарын көрсетеді. Ақ түсті аяқты көрген соң, лақтар қасқырға сеніп есікті ашады. Бірақ есік ашылғанда лақтар үлкен қасқырды көреді. Кішкентай лақтар қатты қорқып, не істерлерін білмей қаша жөнеледі. Мен сендерді ұстап алып жеймін. Бірақ ес сезу қабілеті жақсы дамыған қасқыр жеті лақтың бәрін де тауып. Қаша бермей бері келіңдер. Мен сендерге тоқтаңдар дедім. Қасқыр 6 лақты тауып жеп қояды. Ал сағатқа тығылып қалған 7-ші лақты қасқыр мүлдем таба алмайды. Бірақ қасқыр қарны тойғандықтан оны іздемей үйшіктен кетіп қалады. Қарны тойған қасқыр үйшіктің маңайындағы өзеннің жанына барып, қорылдап тәтті ұйқыға кетеді.
уақыттан кейін ешкі орманнан үйіне оралады. Ашық тұрған есікті көрген ешкі бір жамандықты іші сезіп айғайға салады. Менің лақтарым, менің лақтарым. Үйге кірген соң ешкі шошып кетеді. Анасының жұмсақ дауысын естіген лақ жауап қайтарады. Даусын жіңішке, аяғы әппақ қасқыр келіп, менің бауырларымды жеп қойды. Лақтардың анасы ешкі болған жағдайды естіп қатты қайғырады. Ешкі өзінің жалғыз лағымен орманға қарай жол тартады. Жолы екеуі ағаштың түбінде ұйықтап жатқан қасқырды байқайды. Демек, менің балаларым қасқырдың ішінде болғаны ғой. Олар әлі тірі. Сол сәтте ешкінің ойында жоспар пайда болады. Үйшікке барып, ине, жіп және қайшы алып кел. Лақ анасының айтқанын орындауға кетеді, ал анасы үлкен тастардың алтауын жинауға кіріседі. Бірнеше минуттан кейін лақ анасы сұраған заттарда келеді. Ешкі қасқырдың ішін кесіп, өз лақтарын шығарып алады. Ешкі өз көзіне өзі сенбей, шексіз қуанады. Ешкі үлкен алты тасты қасқырдың ішіне салып тігісін тігеді, ал тәтті ұйқыдағы қасқыр еш нәрсе де сезбейді. Ешкі өз лақтарын ертіп, үйшігіне қайтады.